Армысыздар, бұл Жетісу облысы Панфилов ауданына қарасты Қоңырелең ауылдық округінің Кермағаш ауылы. Ауылда бүгінде 450-ден астам тұрғын өмір сүреді. Халық бұл ауылды иманды ауыл деп атап кеткен. Оған да себеп жоқ емес. Ауыл бүгінде толыққанды ішімдіктен бас тартқан үлгілі ауыл ретінде танымал. Өйткені бұл ауылдағы дүкендерде ешқандай алкогольдік өнім, темекі өнімдері сатылмайды. Ауылда қылмыс атауы тіркелмеген, мамыржай ғұмыр кешіп жатқан, ауылдың тіршілігіне нәр беріп отырған Кермағаш санаториясы да осы ауылда. Бүгінде ауылдың тұрғындарын толыққанды жұмыспен қамтып, жанына дауа іздеп келгендерге ем болған шипажайдың қызметіне емделушілер дән риза. Ендеше осы сауықтыру орталығының жұмыс қызметімен таныс болыңыздар. Шипажайымыз 90 жылдардан бері қызмет етіп келе жатыр. Осы күнге дейін республикамыздың түкпір-түкпірінен халық осында ем алып, сауығып сақайып келе жатыр, алғыстарын айтып. Мыңдаған адам бізді негізгі емдік факторымыз халықтың келетін себебі бірінші кезектегі суымыз, минералды суымыз. Өте құрамы көптеген минералдарға бай, 60-тан аса элемент бар микро-макро құрамында. Бірінші кезекте аяқ-қол буын ауруларына ем, іш құрылыс, асқазан ішек жолдарына, бүйрек ауруларына ем болып келеді. Судың құрамы өте бай. Сол суымызбен емдік ванна береміз. Іш құрылысын тазалау, орошениялар, суды емдік ішу, қабылдау деген сияқты көптеген ем түрлері де бар. Біздің ерекшелігіміз осы көп басқа шипажайлардан суымызда, суымыз радон емес, минералды су. Бұл ем-шара жасайтын ғимарат. Әуелі келушілер дәрігерге қаралып, қойылған диагнозына сәйкес тиісті процедураларды қабылдайды. Нысанның іші кең, үстіңгі қабатында жаттығу залы бар, массаж орындықтары, басқа да гимнастикаға арналған құрылғылар толып тұр. Бұдан бөлек бильярд және үстел теннисі бар. Бұнда тағы бір ерекшелігі монша жеке салынған. Моншадан шыққасын дәрігердің тағайындауы бойынша түрлі емдік шөптерден шай дайындап береді. Енді қандай емдік қызметтер бар, соны көріңіз. Бізге келген клиенттер ең бірінші диагностика жасайды, яғни кардиограммаға жүрекке түседі. Одан кейін бізден шыққаннан кейін дәрігерге барып консультация алып, ары қарай ем алады. Мынау енді келесі ванна, бұл джакузи деген. Джакузи ол гидромассаж. Жан-жақтарынан суырып тұрады, бұрқылдап қайнап жатқан сияқты. Судың составы бірдей, бірақ бұл гидромассаж. 10 минут қана жасалады ол осындай. Ваннаның орнына осыны қабылдауға болады. Температура 36-37 градус болады ғой. Әркім давлениесі барлар төмен алады. Жақсыларына 38-ге дейін бере аламыз. Әйелдерге спрессование. Әйел адамдардың қуығына суық тигендерге қарсы, женскийларына бұл жерде беріледі. Мына жерде бізде клизма беріледі. Бұл жерде клизма дегеніміз кәдімгі по 2 литр дух құратына жасалынады. Организм зашлакованный, сол шлактарды шығару үшін беріледі. Бұл магнит деген аппарат, мінекей бізде. Бұл аппаратураның ең пайдасы эффективный, бұл гидромассаж әр жерге әртүрлі беріледі. Адамдардың ауруларына байланысты беріледі. Күнделікті алынады. 10 минут күнделікті. Бел ауыратындарға жеке, арқанікі жеке беріледі. Бұл жерде кварц, жаңа ангинасы барларға, гаймориті барларға, ангиналарына барларға жақсы көмектеседі. Дәл осындай жерге адам жатады, суық шығаруға арналған дейді. Деген түрі аяқты осыған саламыз да бір көміп жауып қояды, иә? Бұл суық шығаратын, қыздырады ғой сонда. Жақсы, өте керемет. Ыстық, ұрып тұр, әйбәт, күшті сезініп жатыр өзінің. Суық тиді ме сізге? Иә, аяқтарыма суық тиген болған ғой, залда тұрамыз, суық, ұстақтаған аяғымыз. Түк жылмайтын аяғымыз енді қазір керемет, ыстық, ұрып тұр. Жоғары бір көтерінеді. Массаж жоғары қарай. Массаж жоғары қарай. Геморрой барларға, простатит ер адамдар, қуыққа суық тигендерге қарсы, әйел адамдарға циститке қарсы. Бұл жерде фита бар, ертеңгісін кислородный коктейль береді, ертең ерте аш қарынға. Онан кейін барып жаңағы фиточай ішіледі.
әр адамның ауруына байланысты фитошайлар осы жерде адамдарға беріледі. Өздері тағайындап, врач тағайындайды, сол арқылы әрқайсысы осы жерден өздерінің шайларын ішіп отырады. Күнделікті ол. Одан грязға кірдім, одан физиолечениеға кірдім. Енді қазір массажға барам. Бәрі ұнаған шай ішкенде кәдімгідей сондай жайланып күшті болып қаласың, жаңағы бітіп рахат. Осындай түрлі емдік шараларды күнде дәрігердің тағайындау бойынша бұндағы мамандар сапалы қызмет көрсетеді. Ем алушыларға арналған кітапхана мен намазхана бөлмелерінен бөлек қысы-жазы жайқалып тұратын өсімдік бақша залы бар. Массаж қызметінен бөлек батпақпен емдеу тәсілі бұнда сұранысқа ие. Бұл ағзадағы суықты деңдеп кеткен ауруларды және тұзды шығаруға септігі мол. Бір адам батпақта 10-20 минут аралығында жатуы керек. Осы аз ғана уақыттың ішінде батпақ бойға сіңіп әсерін береді. Батпақпен емдеу негізгі сүйек, буын, жүйке, ас қорыту, басқа да ағзадағы аурулардың алдын алады. Батпақ судың да шипасы мол. Батпақ кеудеге жақпайды. Аяқ қолға ғана. Сонымен орап тастайды буындарға түсінікті. Келіп емделіп жүргенде 7-8 жыл болды. Бәрі жақсы, ваннасы, суы ыстық, батпақ жақсы әсер береді. Кәдімгі 1-2 жылға, кәдімгі 1 жылға әсер алып қайтасың. Тамағы да бәрі жақсы. Ұнағаннан кейін жылда келеміз. Жылына әуелі 1-2 рет келіп кетеміз жағдай болған кезде. Талғар ауданынан келдім. Талғардан келдіңіз, Бір күнде демалушымыздың алатын ем саны 10 шақты, таң ертеңгі 7-ден кешкі 7-ге дейін жалғасады. Әр процедураның кабинетінің өзінің маманы, медсестра қызметкерлері бар. Бізде нақты күн санына байланысты талап жоқ. Әркім өз ыңғайына қарай 3 күн, 5 күн, 7 күн, 10 күн деген сияқты ем алады. Бірақ негізі емделу үшін 10 күн жатқан дұрыс. Бұл жердегі ыстық судың температурасы 96 градус. 3000 метр төменнен шығып жатқан минералды судан қасиеті осында. Бұндағы тағы бір ерекше емдеу тәсілі шарго душы. Жоғары қысыммен берілетін күшті су ағындары арқылы жүзеге асырылатын әдіспен ыстық және суық су кезектесіп қолданылады. Ағындар денеге бірнеше метр қашықтықтан бағытталады. Бұл теріге, бұлшықеттерге және қан тамырларына қарқынды әсер етуге мүмкіндік береді. Ыстық және суық судың қарама-қарсы әсері қан тамырларының тарылуы мен кеңеюін тудырып, зат алмасуды жақсартады. Керімағаш шипажайына келушілерге арналған жатынды орындарда тиісті талаптар сақталып, қажетті дүниенің барлығы қойылған. Отбасылық 2 бөлмелі комната, 2 және 1 орынды номерлер бар. Төсек, теледидар, тоңазытқыш басқа да құралдар қойылған. Бөлмеде орналасудың ережесі қатаң. Темекі, алкогольді өнімдер тұтынуға тыйым салынған. Биыл шипажайда жаңадан ғимарат пайдалануға берілді. Максималды 25 000 теңгелік бір күндік бағаға 5 уақыт тамақ, барлық қабылдауға тиісті ем-шара кіреді. Бұдан бөлек бөлмелер санатына сәйкес бағалар әртүрлі. Алайда жоғарыда айтылғандай тамақ ем-шара процедуралары ақысыз, барлығы соның ішінде. Жалпы демалушыларға арналған асхана залы ортақ, кең әрі сахна, музыкалық сүйемелдеу орындары бар. Ас мәзірінде түрлі тамақтар әр күн сайын өзгеріп отырады. Тамақтары дәмді, барлығы табиғи өнім. Бұл жерде тек қана осы табиғи факторлар ғана қолданып отырып, тағамдарымыздың өзі барынша табиғи, өзіміздің қолдан өсірілген, көкөніс болсын, ет сүтіміз, сүт өнімдері болсын, бәрі таза, барынша табиғиға жақын болсын деп емдерімізді соған лайық. Керімағаш демалыс орнының негізгі қызмет бағыты қысқаша осылай. Төмендегі Instagram парақшасы арқылы ақпарат алып хабарласуға болады. Керімағаш ауылы дегенде Қоңырөлең ауылы қатар жүреді. Сонау кеңестік дәуірде Октябрь кеңшарының дәуірі дүрлеп тұрған шақта басшы болған Сүлеймен Көшкінұлы 80-ші жылдардың ортасында бұл ауылдағы ыстық судың қасиетін зерттеп санатория салуды қолға алған. Бүгін сіздер тамашалаған демалыс орнының іргетасы осылай қаланған. Кейін әкесінің баласы Болат Сүлейменұлы жалғастырып, бүгінде тек шипажайдың ғана емес, күллі ауылдың бойына қан жүгіртті.
3 буынға ұласқан ата ісін бүгінде Ербол Болатұлы жалғастыруда. Осы шипажайдың негізін қалаған атамыз Сүлеймен Көшкінұлы болатын. Осы жерді ашып, жандандырып, осы судың құрамын зерттетіп, басын бастап кеткен. Кейін әкеміз Болат Сүлейменұлы ары қарай жалғастырып, осы шипажайды кеңейтіп, осы міне қалыпқа келтіріп, жеткізіп, дамытқан бас дәрігер болып осы күнге дейін. Қазір біз 3-ші буын ретінде атамыздың, әкеміздің ісін жалғастырып келе жатырмыз. Атамыздың, әкелеріміздің салған жолдарын ары қарай жалғастыра бермекпіз. Қазіргі күнде әкеміз Болат Сүлейменұлы атамыздың ісін жалғастырып, осы Кермағаш ауылына да дамуына, өркендеуіне зор үлесін қосып келе жатыр. 3-ші буын ретінде біз де сол ата әкеміздің ісін жалғастырып, ауылымыздың дамуына бізде барлық күш-жігеріміз салып, қызмет етуге, халықтың денсаулығының нығаюына әрі қарай да жұмыс істей бермекпіз. Зейнет жасына шыққан Болат Сүлейменұлы ауылға мешіт, арнайы ас беретін асхана салып, ауыл тұрғындарына қол ұшын созумен айналысуда. Бүгінде ауыл тұрғындары тату-тәтті барша қазақ еліне иманды ауыл ретінде танылған. Аллаху акбар, Allahu akbar. Ashhadu an la осы жаңа мешіт салынып пайдалануға бергелі былтыр шілде айында берілген. Енді оның алдындағы ескі мешітті атамыз Сүлеймен Көшкінұлы салып 20 жылдан артық уақыт пайдаланып, сосын Болат атамыз осы мешітті 23 жыл бастап 24 жылы пайдалануға берді. Ауылымыз береке бірлікті, ынтымақты, жақсы. Біздің ауылда енді алқакөл сатылмайды, арақ, темекі сатылмайды. Магазин бар, басқа азық-түлік керек нәрселер сатады, арақ сатылмайды. Осы атамыздың өзі де мына мектептен өздік оқушыларға шәкіртақы тағайындап тұрады. Сосын өзіміз мешітке түскен садақалардан жылдың басталар кезінде мектепқа жол акциясы бойынша жағдайы төмен балаларға барып, сөмке апарып, киім апарып, сөйтіп жәрдемдесеміз. Оның аралығында қиналып ауырып қалған кісілер болса, осы Болат атамыз бар, мен бар, ақсақалдар бар, бәріміз жәрдемдесеміз, көмектесеміз, ешкімді қиыншылықта қалдырмаймыз, шамамыздың барынша. Бірлігі өзгеге өнеге, тұрғындары туысқандай болған ауылда мектеп, балабақша және заманауи үлгіде салынған медициналық мекеме бар. Ауылға биыл газ және ауыз су тартылып жатыр. Тұрмысы түзу елдің түтіндері де түзу ұшқай.